Саламатсыздар ма? Бұл орталықта орналасқан аптека. Бұл аптеканы дәрі-дәрмектердің қалай орналасқанын, дұрыс па, бұрыс па, сол жөнінде қысқада пайдалы мағлұмат беретін боламын. Өйткені подписчиктердің арасында жаңадан фармацевт, жаңадан аптека ашып жатқандар бар екен. Соған пайдалы мағлұмат беру үшін осы аптекаға тоқталып жатырмын. Бұл жерде фармацевт өзі толық айтып шығады деген ойдамын. Саламатсыз? Мен YouTube каналынан келіп тұрмын. Подписчиктеріме осы жақсы бір пайдалы мағлұматтар берсеңіз, дәрі-дәрмектерді қалай қою керек, дұрыс па, бұрыс па деген сияқты. Соған. YouTube-қа дейсіз ба? Иә. Мен көрген ба? Жоқ, көрінбейсіз сіз. Барымша айтып қарайын енді. Иә. Енді бұл аптекада мен 5 жылдан бері жұмыс жасаймын. Бұл кассаның айналасы. Кассаны алды, иә. Аха. Жоғары енді қазір сезон қыс болғасын гриппозный состояние препараттар тұрады. Жаропонижающий, болеутоляющий, обезболивающий, сосын көп жаңағындай пайдаланысқа жаңағы соскілер, температураға арналған, сосын мужской препараттар тұр. Енді өйткені бізде ер адамдар сұрауға ұялады мужской препараттарды. Сол себепті қолмен көрсетуге. Сосын аптекалар енді фармацевттер түсінетін болар, по группам деген болады. Бізде по группам болғанда міне температура болса общий жүреді, жаңағындай тамақтың дәрілері, қызудікі, температура дегенде. Бір группамен бойынша орналасады. Неврологический болса неврологический, желудочный болса желудочный, витаминный, для взрослых, для детей деген. Сосын маңызды айта кететін жағдай, ол бізде ветеринарда только без рецепті врача тұрады. По рецепту оны біздер шкафқа ішіне қойып қоямыз. Оларды біздер өзіміз предлагать ете алмаймыз. Өйткені біздер врач емеспіз ғой, біздер фармацевтпіз. Біздер тек врачтың айтқан рецепті бойынша бере аламыз. Оларды көрсетпейсіздер да? Оларды көрсетпейміз. Олар рецептпен келеді, адамдар тек соған ғана бере аламыз. Сосын 18-ден жоғары балдарға береміз. Сосын дәрі-дәрмектер білесіздер, қайтадан қайтарылмайтын. Возврат болмайды. Возврат жоқ, возврат жоқ. Және де холодильникке сақтайтын дәрі-дәрмектер. Ол обязательно. Өйткені осы ветеринарда тұрған препараттар, олар 25-ке дейін температурада тұратын дәрілер. 25-ке дейін олар холодильникте тұратын дәрілер болады. Сосын біздің аптекада жаңа давлениесін өлшеп кетуге болады. Міндетті түрде болу керек та? Иә, өйткені компания өзі қойып тастай ма, әлі өзіңіз? Жоқ, Амурон компаниясы бізге қойып беріп тұр. Сосын ақпарат осындай тақташасы болу керек та? Тақташасы болу керек, обязательно лицензиялар болу керек, жаңағындай. Қазір гриппке пайдаланатын дәрілерді тұрады. Тағы да не айтсам